Ассалаумалейкум. Бүгін бізде подкаст. Осы жерде отырған Құлсарының танитын адамдары, көп адамдар танитын деген сияқты өзінің басынан өткен оқиғаларды айтады. Бірақ шынын айту керек, өтірік қосып жүру, өтірік айтып жүру деген болмайды. Андай біреудің историясын айтуға ма? Мысалы, саған айтты, соны айтуға ма? Давай нағыз болмаса айтуға болады. Ол адам ренжімесе. Если өзің болып тұрып, анағыдай басқа біреуді өтірік айтып жүрмесең болды тек. Жоқ. Пакет бірінші аға сыйлаймыз біз. Сіз демесек. Жоқ, мен қыздырмайын деген, қыздырмайын. Алда Жанко кеттік. Бәріміз дұрыс десек. Короче, менде баяғыда андай история болды. Атырауда оқыдым ғой жалпы. Атырауда оқығанда ойшым, Атырауда бізде тентек болып жүріп, бір баламен ұстасып қалған ғой, короче. Ол дейтін енді нормально. Неше бала сонда? Үшеу ма? Үшеу емес, бесеу. Сөйтіп, короче, ана бір тамақ ішетін жерге шақырады. Қандай тамақ ішетін еді? Андай не ғой, китайский сондай ғой. Сөйтіп шақырады, стрелкаға ғой енді, бір арт жақ қарай барамыз. Қасында нау бар, Бақытжан дейтін құрдас бар. Сосын Айбол дейтін құрдас бар, Құбыжық дейді оны жалпы. Сол тұрады да төртеуміз сөйлесіп тұрып, мен бана касамен баламен нормально сөйлесіп тұрдық, екеуміз кетсек, аналар әңгіме айтып тұр ғой енді анардың балдарымен өздері. Маған қолымда үйдің кілті андай. Квартира жалдаймыз ғой ол кезде. Бет жыртылып тұр. Айналып тұр андай бар, қолсаны ұстап тұрған адам сияқты болып. Бір кезде әңгіме айтып тұрғанда қолынан кілт шығып кетеді ғой ананың қолынан. Законның қолынан кілт шығып кетеді. Бүйтіп тұр деймін, андай бар ғой, бүйтіп тұр кәдімгі жыртып бар ғой. И сөйтеді кілтті түсіп кеткен кілтті алмайды ғой бір екен адам дейді. Анау үйдің кілті ғой, былай қаратса, анау болмаса біз кіре алмаймыз деген сияқты ғой. Сөйтіп, короче. Алмайды да, анау қатай болған ғой, типа Құлсарыныкіміз анау мынау сөйлесіп тұрып, бір кезде танысып отырық қой, есімдерің болады жігіттер, анау мынау Құлсарыныкісіңдер ме бірдеңе деп. Бағдат, Бақытжан, Айбол деп отыр. Мынау тұртты, жерде жатыр. Мынау тұртты. Жәке дей бер дейді. Жәке дей бер. Содан кейін қасындағы дос бала кілтті алып отыр ғой, үйдің кілті ғой, осында кетпейсің ғой. Содан кейін, короче, давай алмашылықта деп. Нормально сөйлесіп кетіп жатсақ, кетіп жатты, қолын берді. Тыныш жүріңдер дейді. Қалам қолдарын айтамын. Местный қолдарын айтып тұр ғой. Құлсарынікі тентек. Сондай ма? Короче, мынандай болды. Я СПТУ-ды, короче, оқыватырмын. Мектеп бітірдім. Қай мектепті бітірдің сен? 7-ші мектеп Есқайыр халқы атындағы. Короче, баяғыда көл жаға бар емес, сол жаққа суға түсетін болдық, білесің ба? Қай көл жаға? Көл жаға көп қой андай. Білмеймін. Жоқ, бір көл жағаға түстік. Иә ба? Жоқ, мен келіспеймін. Сол кезде автобуспен үй жаққа қарай барамыз, маршрут. Ескі маршрут баяғы. Күн жанып жатыр, қасында Біржан бар. Ол кезде таныс емеспіз. Біржан деген кім еді? Біржан дейтін бізде балық буының бар. Иә. Балық буын хабарласып. Квенчик. Қасында бірге ойнаған. Бір-біріміз танымаймыз. Сол, короче, мен соның классасымен сөйлескен кезінде, мен бүйтіп айтамын, ол мен қозғалдым. Қайда, сәлем айтарсың, деп. Жоқ, сен қайықпен қозғаласың? Ол не важно. Айта бермеші? Айта болмайды. Короче, театрында. Мен айттым ғой Біржанға. Біржанға айттым, ол мен қозғаласың ба деді. Жоқ, дұрыс, ол мен қозғалма деді. Қызға барамай жүресіңдер. Келесі. Дос. Да, кет келесі. Әңгімелерің вообще мен ойлағандай болатқан жоқ. Әлі мынандай жерде жүрсің. Мынандай жерде жүрсіңдер ғой. Сол жақта бола берейік. Бұл жерде мақсат просто сөйлеп тұру керек. Анда пышақтап соға, ат соға трэштер керек пе или просто ма жай. Жоқ, братан, давай сондайдан айтшы давай. Жоқ, ондай. Бір адам өлтіріп алдым дедім ба? Ой, кесін. Короче, мен айтайын. Енді төбелес жайында емес, просто. Сен кезде жұмыста жүрмін, короче. Ауылға келем. Ауылға келем Құлсарыға. Короче, сосын обратно Құлсарыға келем. Үйде жатамын, короче. Срочно қайтып кету керек болады. Түн такси жоқ, ендірегі. Салон деймін, салон бір майша келеді. Екеуміз кетіп батамыз, короче. Теңізге шығып кетемін. Кетіп батамыз. Ешкім жоқ, тек екеуміз. Жігітпен ба, бір жігітпен? Салып кеттік теңізге. Қараңғы ғой, далада қараңғы. Сосын айтамын, братан, босқа келатқанша әңгіме айтайық деймін ғой. Қандай әңгіме, братан? Айтамын ғой, енді жолда жүрсің ғой, бір ескі әңгімелерді айтшы. Болған шығар бірдеңе. Теңізден адам шықты дейді да. Атырауға деймін.
суммасын ұмытып қалдым, примерно 80 ба 20 ба соның арасы сондай. Шығады дейді, теңгеде жатсам тың, давай риск қабылдап аламын. Неге тыңқ дедің бана? Индирабердің дауысы ғой. Индирабердің дауысы достар. Индирабердің дауысы. Ана адам қабылдап отырғызып жібереді. Басады ғой. Атырауға кетеді. Ана адам өзі үндемейді. Мылқау. Жоқ, сөйлемейді дейді, үндемейді дейді. Әйел адам. Сөйлей алмай ма? Жоқ, сөйлей алады, просто үндемейді. Қос жағалға жақындап қалғанда. Бағдат басымызды қосқан. Ана әйел адам тұрады да жағынан б***ге ғой. Көшірек өткен адам. Ойша шайқалады, екеуі арпалысады. Зіңгіп кеткен бірдеңе. Зіңгіп кеткен бұған адам. Қорқынышты ұстап кетті. Так, менде өзімнің басымдан өткен оқиға тоже осындай білмеймін енді анау қандай құбылыс болған енді. Короче, бір атамның үйі, соның жанында со ағамның үйі бар. Үлкен баласының үйі. Сол үйде ұйықтап отырмын ғой. Көрші ма? Иә, көрші үй жақын. Бір шаруақта. Со ортада комнатта ұйықтап отырмын. Бір мезгілде, короче, таң сағат 3-4 шамасы шығар примерно. Бүйтіп сол қолымнан біреу ұстайды да тұрғызып алады ғой. Көзім жауамын, баламын ғой, сол жерде қорқып отыр. Бисмиллах дегенде ар жақ оң жақ бұрышта тұрады ғой, сол құбылыс, короче, аппақ бейне, аппақ жанып тұрған. Солға қарай жатып аламын да, короче, ұйықтап қаламын. Сонымен бұл таңертең ояндым. Аллаға шүкір. Таңертең тұрғанда ояндым жеңі ауырған жоқ па? Жоқ. Жаңағыдай нәрсе болды. Бір браттың айтуымен. Неге андай клин қорқыныш айтты? Я просто ұйықтай алмаймын ғой екеуі. Есімі айтпай-ақ қойын, аты Иманғали. Сол кісі маған бүйтеді. Бір қырда бір семья тұрады. Мал бағады, короче. Неше адам үй семьясында? 6 адам. Соның 5 адамы қалаға кетіп қалады. Жалғыз бір баласы қалып қалады. 14-15 жастағы да. Қырда жалғыз өзі қалып қалады. Иә, жалғыз өзі қалып қалып қалады. ба? Қазір айтамын. Рахмет. Қора жақтан ешкінің. Ол қалай қора жақтан? Қораның бәрі мал ешкі емес па? Жоқ, ана ар жағында үй бар, сосын қора бар деген сияқты. Қырдан қыз алдым ғой, мен білемін ғой. Просто ол қорада и так-та мал толып тұрады, оның каждый иманы. Короче, мынандай ғой. 15 жаста бір бала қалып қояды, ешкінің дауысы естіледі қорадан. Тез айтсаң. Екінші рет ешкі дауысы естіледі, үшінші рет естіледі, сосын тұрады да. Мынау қалай мынау деп шығып қораға қараса, қораның есігін ашса, ешкі екі аяқпен тұрып шашын тарап тұяғын, короче, бүйтіп тұр дейді. Мұның кішкене. Жоқ, Аллах. Майкл Джексон болып шықса. Жоқ. Ондай қораның есігін ашып қалса. Ешкі екі аяқпен тұрып тұр, өзіңізді елестетіп қараңызшы, 4 аяқты ғой. Екі аяқпен тұрып тұр да, тұяқпен бүйтіп тұр дейді. Ана баланың тілі байланып қалды, короче. Сосын үйдегілер келген кезде жазып берген, короче, дәптерге. Негізі жын шайтан дейтін әрбір жануарға не кіре береді ғой. Короче, мен айтайын, сендер тыңдаңдар онда. Біз 4 бала болып тұрамыз, манағы айтқан бар ғой, 4 бала болып тұрамыз. Сөйтіп бір күні бәріміз универге кетеміз. Ең соңғы кім екен білмеймін, біреу қалып қояды да. Короче, сессияның кезі ғой. Нормально ақша төлеп тапсырасың, егер ақша төлесең, ақшаң болса. Еще 2 апта сайын ба, сондай болып сессия. Білімің болмаса. Білімің болмаса емес, ана жерде енді білімің болмаса екен бірақ. Сөйтіп, короче, өзімнің еңбегіммен, Аллахи айтайын, ақша өрген жоқпын. Өзімнің еңбегіммен тапсырып, күшті ол автобуста кетір ғой. Ол кезде андай наушник қой бүйтіп. Шнуры бар. Тоқ наушник па? Иә, тоқ наушник. Мама соғып жатыр, мен автобуста телефон сөйлескен жақтыртпаймын бар ғой. Потом что мама айқайласа дейтін адамдардың өзінше бар ғой. Майламаймыз ба? Сол кетірім автобуста бар ғой. Мама соғып. Автобуста қалай күшті болып кетесің мысалы? Сен тегін тапсырып тұрмын, ол күшті емес пе? Сөйтіп автобуста ұстап тұр, мама соғып жатыр, жақсы деп алдым. Мен ба автобуста ұстап тұрамын ғой. Телефон аламын маманыкін. Маманың ар жақтан сен бала бірдеңе не істеп жүрсің, кейде өртейсіңдер ма деп айқайлап отыр да, былай дауыс. Бастығында шошып кетіп, үй өртеніп кеткен жоқ па деп. Үй жаққа жақындай неге айқайлап отқан түсінбей жатсың? Мен мама дейтін айтпайды ғой, құрсын не болып отқан. Сразу айқайлап. Басады ғой тек. Сөйтіп үй жаққа кеткенде бүйтіп қараймын ғой терезені, автобустың терезесінен. Әйтеуір үйде түтін не шықпайды, көрінбейді. Үй жақтан уф дедім ғой. Үй жаққа барсам, подъездің алдында талпа орыс адамдар тұр. Кіріп келсем, бірінші этажда 2-3 адам, екінші этажда 2-3 адам, төртінші этажда тұра береді ғой. Біз 5-ші этажда тұрамыз ғой.
бәрі вот это они ребята Короче, деп паника. маған айтып отыр бәрі мен көрсетеді бүйтіп Паника болып мен жатыр. түсінбей жатырмын андай не ойларымды білмей жатырмын үйге жүгіріп келдім де бесінші сәтте есікті ашып аяқты басып қалсам тобықтан су ғой үй дейтін Су бүйтіп жатыр. жоқ өртеніп жатқан шығар деп ойлап қалдым дедім ғой сөйтіп кілемдер бүйтіп жүр Кілемдер. сөйтіп жүргеннен кейін бірдеңе болып мына группаластар келді бәріміз дейтін қырылып жойып кілемі ауыр ғой ана су болған кезде бесінші этаждан төмен түсірдік ана неге ілейін деп жаттық айтады ана турник қой турникке іле алмай жатырмық жайып тастайын деп жүрсің. жайып тастайын деп жүріп қой енді іле алмай жаттық оны жоғарыға қойдық та енді тарта алмай жаттық та бүйтіп бар ғой Ілінбей қап адам жиырылып отыр ғой кілем бүйтіп жан жағына ұстап тарту керек бір кезде бәріміз әйтеуір тартып қалдық талпақ жігіт болып жүр ана жерде бук деген дауыс шығады ғой кілемнен андай жайғанда бук деді де дүш деп бір нәрсеге түсіп тұрған осы қасымда айбол ма жарылға ма біреу айтып тұр ғой бағдат мынау сенің алдында таба алмай жүрген нәскиің ғой деп тұр ғой мына сол жерде таба алмай жүрген нәскиің ғой бірегей оны ма бір апта ма екі аптадай ма іздеді ғой историям осылай бітті сөйтіп нәскиімді таптым короче вообще ана суға кетіп жатыр анау мен хабар жоқ ана просто ана жерде мұңайсаң да мұңаймасаң да толық жоқ ана жерде суға кетіп қалды 2016 жылы КВН кезі сахнада Құлсары қаласында мен бір енді білесің ғой ата сен андай сөзді ұмытып қалу дейтін бесің болады енді қара құрметті жігіттер жүріп жатқан қыздарымызға барған кезде өте сақ болыңыз әкесі өте қатал болуы мүмкін деп хабарлап кетеді әкесі мен боламын сосын ана ойнайтын менің қызыма бір бала келіп тұрады жаным арай қайдасың мен сахнаның сыртында ит туралы әңгіме қозғап жатырмын алабай ит овчарка миыма құйып алғанмын өздерің сахнаның сыртында алабай мен шайындап жатырмын негізі шайындап жатқан адамға керек емес қой артық текст дейтін білесің ғой шайындап жатыр алабай дейді немесе овчарка болды шоқпарта қойдың балдары короче сен сахна шайындап ол сондай тактикаға барады әдейі істейді сен короче шыққаннан кейін короче андай ғой жаным арай қайдасың мен ұстап сен кімсің негізі мен арайдың әкесімін деп айтуым керекпін ғой иә мен бүйттім ғой сен кімсің дейді ғой айтшы маған сен кімсің мен арайдың итімін дедім ғой прикинь ана жерде бар ғой походу андай короче мен миым бар ғой менің ойымда арайдың әкесімін деп айтамын деп шықтым да сосын тұрып арайдың итімін деген кезде халықты түсінді-ау деймін біз алисамет айтпайды бізде жетекші сценарист короче сол кезде бүйтіп атидің өзі көзіне жас аққан осы шынында ит шығарсың мүмкін шәмші шығарсың еще оны бітіре алмай қалдық қой сонымен подкаст аяқталды әркім өзінің қызықты оқиғаларын қорқынышты оқиғаларын айтты ұнады деп ойлаймын бізді сынаманда просто бірінші рет түсіріп көріп жатырық эксперимент ретінде бір Геннадий Головкин шақырамыз Геннадий Головкинді күтеміз